Qanday ko'rgan fiksiklar kichkinta bo'ylari Ko'zildirib kiysamda ko'rinmay qo'ymadi. Qanday kichkinta basi kichkinin qo'llari Al fiksik degan kim ekan? Qo'piya o'jag'i. Al fiksik degan kim ekan? Qo'piya o'jag'i. Al fiksik degan kim ekan? Qo'piya o'jag'i. Ko'pirtilgan kilegey. Nolik, sekre berme. Basing түсіп қалады. Жоқ, түспейді. Жақсы. Я, кездескенше. Қайда барасың, Евгеныч? Ешқайда. Үйге қайта келетін болды. Сабақ оқимыз, құлпынай жейміз. Аха, ол не? Құлпынай әкеле ме? Иә, ал менен көпіртілген кілегей. Дәмдірек болу үшін. Кілегейін бар ме? Қазір қарайым. Я, мен де барамын. Ой. Симка, кілегейді неден жасайды? Сүттен. Ал сүтті сиыр береді. Көпіртілген кілегей ме? Сиыр сен құсап секіргенмен кілегейге көпіреді. Рас па? Қалжың. Әбден іздедім. Кәдімгі қаймақ бар. Көпіртілгені жоқ. Қорықпа, қазір өзіміз көпіртеміз. Кілегей дегеніміз қою сүт. Оны көпірту үшін салқындату керек. Ал одан кейін қант салып, жақсылап қолғап шайқайды. Сол кезде ішіне ауа көпіршігі толып, керемет дәмді ақ көбікке айналады. Тек көп шайқап қоймау керек. Әйтпесе көпіршік тұрудың орнына кілегей одан сайын тығызданып, қою болып қалады. Сөйтіп, сары майға айналады. Сонда немен көпіртеміз? Әне, бұлғауышпен. Тоқта. Қалай болды? Көпірмейді. Әлде басқа ыдыс керек пе? Бөтелге бола ма? Несі бар? Болады. Енді кілегей жерге төгілмейді. Қос қолдап шайқа. Қане. Тағы. Тоқтама деймін. Болды, әлім бітті. Басында қандай ет? Әлі де сондай. Дұрыс бұлғамадың. Солай ма? Онда өзің бұлға. Таптың, бізге мынау көмектесер. Түстеуік пе? Түсіндім. Төменірек. Осылай. Жібер. Түстеуік жаман күшік. Телефон. Бұл, батутта секіргеннен де қызық. Юху! Иә, неге? Өкінішті. Жоқ, әрине кел. Стай алмайсың. Шаршағаным-ай. Есесіне кілегей көпірген шығар. Ой, жоқ, бұл кілегей емес, сап-сары бірдеңе. Бұл май ғой. Көп бұлғап қойдық. Кәдімгі сүттен не жасамайды десеңші? Қаймақ, май, тәтті нан кремі, бәрі де сүттен жасалады. Егер сүтті қойылтып, оған қант қосса, қойытылған сүт шығады. Ал салқындатса, балмұздақ болады.
тіпті сүт ашып кетсе де түк етпейді. Ашыған сүттен түрлі йогурттар, сондай-ақ шалап, майлы айран, кілегей қатық жасайды. Ашыған сүттің артық суын алсаңыз, сүзбе шығады. Ал егер сүзбені дұрыс қайнатсаңыз, ірімшікке айналады. Әлемде ірімшіктің қаншама түрі бар, санау мүмкін емес. Сүтсіз шоколад та жасалмайды. Айтыңдаршы, кәдімгі сүт жай ғана сүт емес, керемет нәрсе емес пе? Нағыз ғажап дерсің. Жаман болды. Не, Катя келмей ме? Келет, тек құлпынайсыз. Катяның әжесі құлпынайдан тосап қайнатып қойыпты. Онда көпіртілген кілеге керек емес пе? Жоқ, Катя кекс әкелет. Оған май керек дейді. Ал бізде май бар ма? Май ма? Май көп. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы.